Кырым татарлар террорист дегел. Стратегия 18 әрекеттен фаллері Москва ве Ленинград вилаетінде ишгалжілерінің Кырым татарларға низбетен адалетсізлік сиясетіне қаршы бірікшілік пикетлер кечірмек үшін шықты. Базы инсанлар әнді адет үзре эрай, басқалар ве эсассыз махкеме даваларына қаршы нумайышлар кечіре. Эллерінде Кырым татарларының рус апсханелеріне сүргінлігіне қаршымыз плакатлары, мабуслерінің портретлері ве Украин сияси мабуслеріне қол тұтув сөзлері. Бұнен берабер фаллер апсхане ве тақиқат изоляторларынан мемориетіні тұтылған Кырым татарларға тибби ярдым бермеге чағырды. Ишгал етілген Кырымдаки архив весиқаларына онлайн ирышым açıldı. Devlet архив қызметінің башы Анатолий Харумов ишгал етілген Кырым ве Ақияр архив қызметінден весиқаларға сербест ирышымны көстерді. Оның сөздеріне көре бұл рақамлы копияларын Украинаға Кырым ишгалден евел Кырым архивлерінде чалышып оларының копияларын япқан Family Search International адлы Америка корпорациясы берді. Милли архив фондының сайтында бұл весиқалар бұлынған айры бөлік яратылған. Шымды 600 ишке ирышым бар, да 1100 ишке ирышымны ачмаға планлаштыралар. Анатолий Хромов рақамлы копияларны насыл тапмаға мүмкін олғанны көстерді. У нас є окрема рубрика, яка називається «Мережа установ». Є тут окремий пункт «Державні архіви областей міста Києва». І от ми можемо зайти в Державний архів Автономної Республіки Крим. Це його адреса остання і от цифрові копії з фондів архіву. Тому я запрошую всіх користувачів, хто нас чують, заходити на цей наш ресурс. Він буде постійно наповнюватися тими копіями, які будуть надавати партнерами. А зі свого боку Державна архівна служба буде продовжувати вживати всіх вичерпних заходів для того, щоб повернути контроль над документами Національного архівного фонду Автономної Республіки Крим і міста Севастополя. Анатолий Хромовның сөздеріне көре, Сабық Советлер бірлігі девлетлері арасында Украина архивлер сербестлігі бойынша лидерлікні тұта. Русия есе бірчоқ өз архивлеріні гізлі тұтмақта. Бұл сырада да 30 ел евелсі дағылған Советлер бірлігі репрессив коммунистик режимінің архивлеріні гізлі ұстиязысы еле сақламақталар. Украина тыш ішлер назерлігінің бірінші муавины Эминежи Парайтханна көре, Русия Федерациясы бойлай шекілді тарихны ве халықларының озгүнлігіні yok etti. Українська і кримськотатарська нації є тими народами, які традиційно теж були об'єктами таких репресивних практик, зокрема з точки зору винищення цієї доказової бази минулих століть, формування Іванов неповніших родства цілими поколіннями для того, щоб ці народи не мали міцної ідентичності, а відповідно і не могли б далі претендувати на високий рівень національної свідомості. І ми таку політику спостерігаємо не одне сторіччя. Русия архивлері açılması Санкт-Петербург Кырым ярымадасы Русиге айет кабы уйдырмаларына yok етердей Украина президентінің Кырымдаки даими темсілжісі Антон Кореневич. Було би дуже гарно подивитися на документи до 1783 року, до першої анексії Кримського ханства, і це би нам могло показати, яким чином цей міф про так званий російський Крим, яким чином він дійсно є абсолютно штучно створеним і неправдоподібним. Ну, але, звісно, зрозуміло, що є певні речі, але я думаю, що і те, що зараз цей сервіс існує, можна подивитися, зокрема, і по корінним народам Криму щодо мечетей кримських татар, щодо синагог, коли ми говоримо про кримчаків. Я думаю, щодо кенас, так, чи молильних місць караїмів, то це, безумовно, є важливим і в контексті історичних прав цих корінних народів Криму. Меджлис елбашчысы Рифат Чубаров Сабық архив хадимы оларақ Русия империясы ве Советлер бірлігі запт етілген топрақларда илкевелі архивлеріні yok етеді деп таздықлай. Оның үшін Украинаның қомшы Европа девлетлерінің архивлері или ішбірлік япып, Қырым ве Украинаға айет весиқаларыны қайтармақ мүмкін олғанын айты. Є документи, які пов'язані з взаємовідносинами з Україною в цілому і зокрема з Кримом. В першу чергу це архіви Польщі, це Швеції, в якійсь мірі це Франції. Знову Туреччини ввести такий активний пошук цих документів. І ми, якщо ми складемо такий алгоритм і затвердимо якийсь такий, свою програму українську, я думаю, що ми в цьому зможемо знайти і підтримку наших міжнародних партнерів.
Ишгалден себеп Украина Кырым ве Акъярнын архивлерінде сақланған 2 миллионға яқын архив весиқаларыны контроль етмей қалды. Анатолий Хромов Devlet архив қызметінің сайтында 400 бинге яқын архив весиқаларының копиялары ерлештірілежек дей. Шымдылек Ишгалден евел Кырым архивлерінде çalışқан башқа издешлерден де электрон копияларыны беклейлер. Мова йде про інститут Яд Вашем, Ізраїль, музей Голокосту в місті Вашингтон, США, а також до наших партнерів з Німеччини та Греції. Ми офіційно до них звернулися. Я думаю, що цей ресурс буде постійно наповнюватися. 10-нчы даг hücum бригадасының арби Александр Горбенко ile колды. Донецк вилаетіндегі Нью-Йорк янында душман hücumu нәтижесінде беденнің %80-і янықларынан олған арбины Харьков хастаханесіне алып кеттілер. Бұны Днепропетровск вилает мемориет башының меслячысы Татьяна Губа білдірді. Александр Горбенко 29 yaşында еді. 2014 сенесі Русия Украинаға низбетен өсте жавузны башлатқаны вақыт мемлекетінің мұдафа еті башлады. Кечкен күн бірлешкен құветлер операциясының штабында душман 4 кере атешкес режимini бозды деп білдірелер. Інсан ғайыплары yok. Поблизу селища Піски противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру. Біля Авдіївки російські найманці обстріляли позиції українських захисників з підствольних гранатометів та здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2. Крім того, на Луганщині був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу Орлан-10 із перетином лінії розмежування. Бойових втрат серед особового складу об'єднаних сил немає. Ишгал етілген Қырымның Москва кураторы деңішмес қалды. Русия баш назиры Михаил Мишустин Осьмуавины вазифесінде Кенеде Марат Хуснуллинны қалдырды. Қарар метінінде Хуснуллин Қырымның ичтимai инкишафы. Москва тарafından берілген пара не қадар эффектив масраф етілген ве bu масрафлар ишгал етілген территориялардaki инсанларының талапларына лайық олып олмағанından месул олған аққында сөз жүрсетілі. Хуснуллин кечкен сene январь айында Қырымның кураторы вазифесіне тайынленген еді. Эбеллер оның ерінде Русия сабақ назиры Дмитрий Козак çalışайды. Киричнан ялысына бұйық жылавықлар басты. 2-нчы ел оларны Азақ ве Қара деңізлерінің сай ерлерінде қайдетілер. Базада су жылавықларны ялыға ата. İnsanlarda bu деңіз сакинлерінен көрішмеден sonra yanıqlar peyda ola. Киричтeki молодежный пляжында ратланыcılar озны ве балларны сақламақ үшін жылавықларны ялыға шығарып ташлай. Фақат пляжны кералаған шirketнің қадемі бұны пек бегенмеді. Еркек жылавықларны пляждан топлап алмаға мечбур олмағанын айтып, оларны кері деңізге атмаға башлады. Бұңа жауап оларақ ратланыcılar пляжда жылауықларны топламақ үшін контейнерлерні қоймаға талап етті. Вы же говорите ко мне. Вы понимаете, какой-то мусорку их или куда? А кто будет мусор вывозить? А вам какое дело? Какое вам лично дело сказали? Начальник должен думать. Детей спускают. Вы за него работаете. Не устраивает вас что-то? Не Нахрен хотите? тут вообще тогда работать? Нас все устраивает. Концерт, салют ве фейерверксыз ама паратнен. Ишгал етілген Ақъярда июльнан соңки базар күні ишгалжилер тарафындан қайдетілежек Русия арби деңіз флоты күніне бағышланған тедбірлерінің сайысын эксілттілер. Тежауызжы Devletнің мұдафа назірлігі бұ ярмадада коронавирус тесттар қалғаны үшін япылғанын аңлатты. Ама гемелерінің тантаналы кечмесі ве учақларының ұчышларына рет етмейжеклер. Чүнки іштіракшілерінің эпосы Спутник Ви вакцинасынан ашыланған. Парад 15 даққа сүрежектір. Русия мұдафа назірлігі білдіргеніне көре, парадта ракета, артиллерия тәртібатларынан атеш ачу ве башқа арби талиматлар кечірілмейжек. Ишгал етілген Қырымда коронавирусынан тест тарқалуына тоқтатып оламайлар. Кечкен күнда 535 инсанда COVID-19 хасталығы қайдетілген. Бұда ишгалжы хакимиетінің шубелі есапламаларына көре. Хасталық нәтижесінде 8 кіші вефат еткен. Ишгал етілген Қырымнан сағлық назирінің муавин Антон Лесковский айна заманда хастаханелерде коронавирус хасталары үшін белгіленген ятақларының тек %10 бош қалғанын хабар етті.
Украинаның Ивано-Франковск, Хмельницкий, Чернигов, Запорожье ве Закарпатье вилаятьлерінде коронавирус хасталары белгіленмеді. Қалған сербес территорияда 200-ден аз инсанда чен вирусы белгіленген. Тахменен бұ қадарда инсан түзелген. Да 5 инсан COVID-19 хасталыға ғырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Бұнен берабер 4 миллиондан зиеде инсан ашылынған. Украина сағлық назерлігінде вакцинаның 2 дозасында алған украинлерінің сайысы 1,5 миллионға еткенні білдірді. Авропада су басулары, афат ве фуртуналар инсанларының яшайышларын алып кетмеге девам еті. Құрбанларының сайысы 188-ге етті. Хусусан Ғарби Алманияға айет Рейн-Ланд-Пфальц, Шимали Рейн-Вестфалия топрақлары ве Бельчиканың базы регионлары зарар көрмекте. Тек Шимали Рейн-Вестфалияда 46 инсан елак олды. Уммен алғанда Алманияда 157 инсан табиат афетінің құрбаны олды. Бұл 60 ел дегенде мемлекет үшін ең бетер афеттір. Балабан шерлер электрикасыз ве телефон бақсыз қалмақта. Алмания канцлер Ангела Меркель зарар көрген Шульц шеріні зиярет етті. Анда су жолларны еуіп кеткен, канализация системасына су басқан, телефон ве интернет ағылары бозылған. Це жахливо. В німецькій мові немає слів, щоб це описати, але дуже приємно бачити, як люди об'єднуються, як допомагають один одному і проявляють солідарність. Ең чоқ зарар көрген районларда ғайып олған инсанларны әліда қыдырмақталар. Чоқ инсанны, арабаларының içinde олған инсанларны арабаларнен су алып кетті, яда қалымтылар басқан. Полис хадимлері айтқанына көре су эксілгенінен яңы жесетлер тапыла. Бұл Бавариядаки Шенау Ам Кенидзе шері. Мында жұма ертесі ақшама яған шидетлі яғанақлар нәтижесінде yollar ве евлеріні ташлар басты. Я такого дощу ніколи не бачив, а мені вже 30 років. Це було погано. Нам зателефонували пожежники і сказали йти. Це було жахливо. Вибачте, але це було важко. Людей евакуювали, а ми просто думали, що буде, якщо стане ще гірше. Куди ми підемо? Бұл Зальцбург янында олған Австрияның Халлайн шерідір. Анда кімсе зарар көрмеген, фақат ташқан Зальцах өзені чоқ зарар кетірді. Вчора води всюди було по коліно, а тепер потрібно все прибирати. Зальцбург веонан яқын топрақларынан чоқ районларында ебелері көрсетілген февқоледе вазиет әліда алынмады. Яғмырлар яғмаға девам ете. Ғарби Тироль топрағынан акимиеті сон 30 ел içinde базы ерлерде су в рекорд севеге қадар көтеріліп, эксілмегенні білдіре. Исвечияның бір чоқ регионында да яңа афетлерге азырланалар. Құрбан байрам арфесінде Ахмеджи жеварындаки Ливатки қасабасынан сакенлері қадыр жәмеге айыт территорияны темізледі. Инсанлар чалғы, сенек ве тырнауычлар ярдымы иле қорайнен көрешті, от чалды, ескі пытақлар ве чөпліклеріні жүйістірді. Ерлі сакенлер бөлі талақалар да жәме құрылған вақыттан берлі гүзел адет олғанын айты. Инсанларны байрам намазында қаршыламақ үшін жәме территориясына бер-абер абаданлаштырдылар. Мы периодически строился также и субботники, хашары были, помимо тех людей, которые финансовые, и мы сами участвовали. И постоянно у нас субботники проходят, особенно перед Рамазан байрам, Курбан байрам, ну и постоянно тоже, чтобы на ближайшем виде содержать наш джамиль. У нас по плану вот на сегодня предназначен субботник. Этот субботник мы делаем, как бы вот будет наш праздник Курбан-Байрам. Вот, жители наши пришли сюда, наша мусульманская община здесь, мы совместно делаем субботник. Субботник мы делаем все пришедшие от души делаем, чтобы было у нас вокруг мечети, убрано, красиво было. Хочу сказать только одно, что мы благодарны тем, кто нам помогал в строительстве этой мечети. И мы сами тоже, население, вот Ливатки и Чистенькое, Трехпрудное, мы еженедельно по 20-25 человек выходили на субботники.